Мен жас журналист Абылсейт Аяна Сакенқызы. Ордабасы ауданы Болашақ негізгі орта мектебіне келдім. Сәлеметсізбе. Сәлеметсізбе. Келіңіз, отырыңыз. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Шымкент қаласы номер 45 мектеп гимназиясының 3-ші сынып білім алушысы. Абылсейт Аяна Сакенқызым. Өте тамаша. Қош келдіңіз мектепке. Таныстырып өтсеңіз. Әрине. Мен Ордабасы ауданы Болашақ негізгі орта мектебінің директоры Ильясова Назира Насырхановнамын. Рахмет. Назира Насырхановна, сізге сұрақ қойсам бола ма? Әрине болады. Сізге мектепте ұстаз болып жұмыс істеу ұнай ма? Әрине ұнайды. Білім саласында жұмыс жасап жатқаныма 39 жыл болыпты. Мамандық таңдау өте жауапты іс. Мамандық таңдаудан жаңылмау қажет. Сіз сияқты 3-ші сыныпта оқып жүргенімде ұстаз болуды армандайтынмын. Біраз жылдар өткен соң директор болуды армандайтынмын. Әрбір адам өзінің алдына мақсат қойса, міндетті түрде сол арманына жетеді. Рахмет. Тағы да бір сұрағым, кеудеңіздегі бірнеше төс белгілерін көріп отырмын. Сол бойынша айтып өтсеңіз. Әрине. 39 жыл еңбек өтілімде қаншама олимпиадаларға, байқауларға қатыстым. Ұстаздың еңбегі міндетті түрде еленеді. 2018 жылы үздік мұғалім байқауына қатысып, жеңімпаз атанып, үздік мұғалім төсбелгісімен марапатталдым. 2019 жылы Ыбырай Алтынсарин төсбелгісімен марапатталдым. 2021 жылы Қазақстанның құрметті азаматы төсбелгісімен марапатталдым. Және мектеп басшылары арасында өткен білікті басшы байқауына қатысып, білікті басшы төсбелгісімен марапатталдым. Оған өте қуанамын. Рахмет. Ендігі аптада ұстаздар мерекесі келе жатыр. Сол бойынша мен сізді және номер 45 мектеп гимназиясының барлық ұстаздарын және өзімнің сынып жетекшім Роза Сапаралы қызын құттықтағым келеді. Сіздерге тілейтінім денсаулық, шығармашылық, табыстар тілеймін. Рахмет. Өргеніңіз өсін. Ғалымда, шахтерде бас етін, ұстазым бар сенің қасиетін. Білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді асыл бейне. Ендігі сұхбатымызды таза ауада, табиғат аясында жалғастырсақ деймін. Қазір әжем де келіп қалу керек. Әжем де келіп қалыпты. Сәлеметсізбе, Аяна? Асыл әжем, сіз білесіз бе? Сынып жетекшім жас журналист байқауы болатынын біле сала, жетекшім ұсынған тақырыптардың ішінен жонында Жозақсадан тақырыбын таңдады. Себебі абай қамалынан жатқанда
осы орайда пайдалана отырып Қазақстан Республикасының құрметті азаматтарының энциклопедиясын саған сыйға тартуға рұқсат ет. Бұл энциклопедияда құрметті азаматтардың мақалалары, соның ішінде менің де мақалам бар. Оқып, білім алып, көпті көрген адам әрқашанда өз мұратына мақсатына жетеді. Өте қуаныштымын. Керемет